Ағайын, ортаға осындай керемет өнерпаздар шыққан кезде сіздерде қол соғып құрмет көрсетсеңіздер, біз бешерде мәз болып қаламыз ғой, бізді бағалайды екен ғой мыналар деп. Басқа мемлекеттерде осындай өнерпаздар ортаға шығып өнер көрсетіп жатқан кезде ол кісілер айқайлайды екен. Браво! Молодцы! Давай еще раз! Повтор! деп айқайлайды екен. Алматы, Астана жақта да айқайлайды екен. Міне біздің Шымкентте бағанадай Нұргүл сияқты жеңшем осындай өнер көрсетіп жатқан кезде, ондай жерде екі жеңшем отырып алады, болмаса екі апам отырып алады дағанда, жетсіз қап. Немене бәле үстінен киіп алған, бетіне таналатын шамал жай жақса қайтеді. Сосын мынандай әңгіме басталады. Кімнің машинасымен келдіңдер дейді. Пәленшенсе, екі адам сияма қайтар кезде қолыстан түсіп қалайын деп екеуміз. Сондай болса дұрыс болар еді деп әңгіме кетеді да. Сондықтан ортаға шығып өнерпаздар қол керемет осындай өнер көрсетіп жатқан кезде қол соқсаңыздар жарасады. Енді өнерпаз деген кезде көз алдымызға кім елестейді? Өнерпаз деген кезде көз алдымызға бойы 2 метр, иығы тоқпақтай, қайта барып суретке түсе бергің келіп тұрады ғой. Бірақ бүгін Нұрболат аға мен Дана жеңшемнің тойына өнерпаз келіп тұрған рәпәтін көріп тұрсыздар. Пошымын көріп тұрсыздар. Бұл Нұрболат қайықтан тауып алған, мына Старый Город жақтан қазып тауып алған ба, мына бәлені немене бәле деп атқан шығарсыздар. Мен енді өзімді таныстырып кетейін. Күлкі базар телетеатрының ең красавчигі, салода сымбатты, талай қыздың арманы, өзі мұрты қияқтай, өзі симпатичный. Шаншар Әзіл-Оспақ театрының салмағы ең жеңіл Жүсіп Ақшораның баласы. Қайсы шапада құрып атқан? Ұрма! Заңсыз ғой. 1994 жылы Шаншар театрда құрылып, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданына барған екен. Сол концертке біздің де мама барған екен, бармайтын кезде бар ол кісінде. Содан жүген қатырақ күлдіріп қойыпты. Біздің мама да алдыңғы қатарда отырып, ол кісі де қатырақ күліп қойыпты. Сонымен анамыз үйге барып телевизорды қосса, көз алдына қайта жүген елестеп, қайта көз алдына жүген елестеп, анамыздың құрсағында жатып, Жүсіп Ақшораға ұқсап қаппыз ғой ардақты ағайын. Бүгінгі өнерпаздарға бір қол соғып құрмет көрсетіп қойыңыздар. Бүгін енді осында керемет адал тағам мен дастархан жайып жатыр Нұрболат аға мен Дана жеңшем. Өнерпаздар көптеп келеді. Сағат қазір 10-да Мақпал Жүнісова келеді. 10:30-да Төреғали Төреәлі келеді. Сағат 11:30-да Қайрат Нұртас, 12-ге таман Жекижан Жетілілер келеміз депті. Төбелес басталған кезде барайық депті, бірақ Құдай сақтасын, бүгінгі тойда ешқандай төбелес емес, барлығымыз керемет көңіл күйді қайтатын шығарымыз деген ойдамыз. Ардақты ағайын, бір қол соғып қояйық. Ал ардақты ағайын, өзіңіздер шапалақ ұрмай отқан жеңгелер, жаздай жапқан банкілері октябрьге жетпей атылсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан ағаларым Қазығұрттан бір тоқал алсын деймін. Дайындалыңыздар. Ал ардақты ағайын, сіздердің назарларыңызда бүгінгі шырайлы Шымкент қаламыздың қыз жібегі мен төлегені, сіздердің назарларыңызда Нұрболат аға мен Дана жеңге. Кета! Шапалақ! Атты! Ойбай, Нұреке, мұнау не бей айналайын ау? Жан, аяқ болғанда тура бір перабалға шамайтқан камаздар құсап шамал тұрса егенде, барынша бүгін қуаныш қой, жастардың қуанышты бір белей егенде. Аралатайын өте слабый, шапалақ өте слабый. Бір тура бір Каспийден 500 мың кредит алып қалай жабам деп ойымдап отқан сияқтысыздар ше. Сондықтан шапалақты аямайық. Сіздердің назарларыңызда бүгінгі тойымыздың иелері Нұрболат аға мен Дана жеңге. Кет! Шапалақ қашаған! Төрге! Шапалақ қашаған! Нұреке! Ой, жаным! Нұреке аяқ жарамай деп беріп барады, соны кемеді.
Молодец, қуаныш қой, бүгін мінекей жастардың қуанышын кез келген нәрсеге дайын. Енді Дана жеңгей, Нұреке, осындай қазақтың тойына, қызықшылығына yüktілі қонақ келеді екен. Біреуі сіздерді сыйлап келеді екен. Көңілдеріңізге қарап, бүгін Нұреке мен Дана жеңгейдің осы тойды біз қызмет қылып атсалысып, солар билесе билейік, күлсе күлейік деп атсалысып келеді екен да. Бір қонақ бар екен да, олар сіздерді сынап келеді екен. Дана дастарханға не қойды көрейікші? Ойбай, самсасының ішін бәрі пияз. Асақ дейді, сонша жұқа қып кескен несі өлі, Данаға не көрінді пейіліне деп кететтер. Бар да, ол шана керек. Мен Шырайды Шымкент қаламыздың әйел жолдастарын білем ғой. Ойбай, бұлар айтқан кезде, Wi-Fi-ды шашқан кезде қазғұртың әйелдерді тыңдап атады ғой. Сондықтан сондай әңгіме болмасы үшін мен Дана жеңгемді осы сол жақ қаптал сіздер сыйлап келдіңіздер ма, жоқ сынап келдіңіздер ме, мен тексерейін. Сол жақ қаптал менің Дана жеңгемнің группа поддержкасы бар ма? Repetition. Дайындалыңыздар. Ал менің оң жақ қаптал Нұрболат ағамның группа поддержкасы болса бір дауыс шығарып қойыңыздар. Бар ма? Қой, ойбай, Нұротан деп отқан сияқты болып отырмын мына жақта. Дайындалыңыздар. Ал олай болса ең бірінші үйіміздің иесі, біздің Шырайды Шымкент қаламыздың ханзадасы, бойы 2 метр, иығы тоқпақтай, Шырайды Шымкент қаламыздың қыз-келіншектердің арманы. Ойбай, қандай кетіп жатыр Нұреке? Жақсы кетіп жатыр, әдемі? Күшті кетіп жатыр. Бүгін сіздердің тойымыздың иелері, Нұрболат ағам сіздер үшін қандай? Нұреке, айналайын мыналар қалай сынап келді деп айтасың? Сыйлап келген ғой, Нұрекенің командасы 100%! Анау сол кімдер Нұреке айтыңызшы? Ойбай, көз жетпесе дүрбі саламыз ба? Қайсы сол? Коллектив достар, қандайсыздар? Әпше, бәсе, нәғы бола шыңғырып жатыр деймін. Соз неге ғой? Молодец, воздушный. 100%, әпшелерге. Рахмет. Ал енді, сол жақ қаптал, мына жақты көрдіңдер. Деп қамайық, мақтаған қыз тойда Ақмаржан айтады деп қояды андасында. Дайындалыңыздар. Ал менің Дана әпкемнің группа поддержкасы дайындалыңыздар. Шырайды Шымкент қаламыздың ханшайымы. Ай десе аузы, күн десе көзі бар, сұлу да сыпаты. Біздің Дана жеңгей сіздер үшін қандай? Жарайсыздар. Дана жеңгемнің группа поддержкасы 100%! Бәрекелді. Ал енді Дана әпке, жақындаңыз. Нұреке жақындаңыз. Енді Нұреке жеңгемнің қолынан ұстаңыз. Ой-бой, мына біраз болған ұстамағалы. Нұрекем қобалжымады, кәдімгідей дірілдеп. Енді үйленген адам қысап. Енді бетекші, Дана жеңгем, қол жоғары көтерейік. Нұреке, сіздер де көтеріңіз. Келген, тойға келген барша ағайындар қолдарын сіздер де көтергіздер. Сіздер де көтергіздер. Көтермеген адамның қолдығы жыртып, болмаса шамал иіс шығады. Не айтасың ба маған бәрі? Көтерейік, бүгінгі жас шаңырақ көтеріп жатқан Бексұлтанмын әйгерімнің отбасына не тілейсің аға? Бақыт тілеймін. Бақыттың оршасы? Счастлив. Счастья вам! Жастар бақыты болса, бақытқа баша! Как солнце по утрам, пусть оно заходит. Жастар бақыты болса, Счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем один. Молодец, Нұреке, мені
сіздерді сынап емес, сыйлап келген ағайын екен бір дәлелдеп алдық. Өткен бір тойлар бар да, не қойып жатыр екен дастарханға дейді. Орыстың баласы бар екен деп шұбырып келеді. Бүгін мінекей орыстың баласы жоқ болса да, керемет әдемі той өтіп жатыр. Алла разы болсын. Енді Нұреке біреулер бар қыз беріп жатқаннан кейін, мен қыз берген назы бар. Құдам өздігесін алды ма? Құдағай өздігесін алды ма? Не болыпты? Қыз беріп жатыр қой дейтін құдағайлар бар. Ойбай бәрін көріп жатыр қой қазір. Сондықтан бүгінгі мінекей тойымыздың төріне өздеріңіздің балауыз құдаңыз, құдағайыңыз тойымыздың төрінде, олай болса қазір келе ақынап кетесіздер. Кел Сұхон, ал олай болса ең бірінші әуен сіздер үшін кеттік. Ортаға билеп келіңіз. Жібер! Шабадан қалды! Жібер! Ақылдар қылмағаса! Үзілген ауыра! Ақылдар деген сайын. Міне, аға, это ченгенский вариант. Вот кетсеңші енді. Ойбай, мен мыңақтың ең айтып-кенде қылды ғой. Аққулар алдамыз, ұмытпаңыздар. Ал келесі әуен сіздер үшін кеттік. Қане кино? Телевизорда сұңғанлар да бар. Жұрт 1000 теңге алып кетіп жатыр ғой. Енді апа би өте слаби, көріп тұрсыз ғой, би слаби да отыр енді. Сондықтан сізге сұрақ, оңай сұрақ, ортаға шамалда ортаға. Сізге сұрақ, қыста да аппақ, жазда да аппақ, ол ойбай жазуым қандай бар? Қыста да аппақ, жазда да аппақ, ол қумаш молочный жұмыртқалар болады ғой. Қыста да аппақ, жазда да аппақ, ол сізбен біздің басымыздағы қайсыға. Шымен қоя, қайсыға аппақ қоя. Дұрыс па? Апа, әпшемін, молодец. Шандыма, өткенде бір тойда сұраған ғой, не десем, ниет деді жынды. Қандай ниет? Ал келесі әуен, кеттік. Қандай кино? Боран. Қумашы, жындыма, боран деген емес. Қандай кино? Танцуеман. Дұрыс, келіңіз құдаға тапта, аққулар жаманаса. Қарғып кетті ғой билейін деп. Құдағая, бәрекелді. Міне жеңіз, такси бұл, жақсы рахмет. Ой, айналайын. Мұнан да сәлемнен кейін 5 теңге беріп келеді ғой. Рахмет. Аққулар алдамыз. Сондықтан сұңқарлар шамал атсалсайық, ал келесі әуен сіздер үшін келдік. Так, әпкем қанды. Қандай кино? Ана дейді дұрыс, үйде дұрыс, ой, пұшқым. Үйде кәләне бар ма? Жоқ, кәл қалдыға, сізде бұдақ сіз. Кәл! Шапала! Народный банк, Каспий банк істемей тұр дейма, нәрсе дейді ғой? Ау? Істемей тұр дейді, банкомат жау болып тұр дейді. Жақсы, амандықта жолға. Нода кейде самай деген,
Қайнатқысы шаман. Кесейші, бүгін жабық деп тұр ғой. Народный банк, Каспий банк жабық. Құдай-ай, бергіске. Әй, шаман кеттік. Жақсы әпше. Сұңқарлар! Жүздібай! Молодец. Сорға кетіргесің ғой? Келмейді. Айналайын, біздің чемпиондықтар алған жерден ала бергісі келеді ғой. Ой, шаман саусағы бізде бар, былайынан тұрады ғой. Ал, сұңқарлар 2 ұпай, аққулар 2 ұпай. Келесі әуен сіздер үшін кеттік. Сұңқар, қандай? Маман, тез, кел ортаға, дұрыс. Сұңқарлар толмас. Сізге сұрақ оңай, қиын. Оңай. Үй жануары бас әріпі ә, и соңғы әріпі та. Ит? Молодец, не деген ми, айналайын мә. Бар, жоқ. Сұңқарлар 3 ұпай, аққулар 2 ұпай. Ал келесі кезекте. Кетті келесі әуен. Айтпай-ақ белгілі ғой. Қандай кино? Қожа, мен атым Қожа. Дұрыс, сен келіңіз ертаға. Ерекше сәлемдер айдай сол көркем ақ көйлекті бір сұлуды сүйдім жастың 25-те уақыт келген емес пе бәрі қашан үйленесің дейді ақ көйлегін оны неге кимейсің аппақ көйлек киіп ал сенің назарың Тойдан тобықтай әпше. Әйтеуір, осыны. Әй, банан не қылмаңыз? Киеді. Мен мамашым сияқты бұршып тұрғаныз. Рахмет, қол соғып қояйық әпке бізге. Аққулар 3 ұпай. Ал енді құрметті қонақтар, қазір мен сіздерге Қазақстанға белгілі махаббаттың символдарын айтам, сіздер ары қарай жалғай түсіңіздер. Қозы-көрпеш! Қышыбек! Гита! Қайсы Гита деп атқан? Зита! Қозы-көрпеш! Нұрсұлтан Назарбаев! Тоқаев! Ал енді демалыңдар. Көрейік ал, қаяқтан тауып алады екенсіздер, көріңдер. Бүгінгі барша аққулар мен сұңқарлар тобына бір қол соғып құрмет көрсетіп қойыңғы барша атсалысқандарға. Бірге де ал